Армысыздар, қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай істерді? Менің көңіл күйім оң. Білімімізді ары қарай жетілдіреміз. Жасампаз жан болудың 7 қағидасын тереңінен меңгеріп, қазір өмірде қолданып жатырмын. Видео түсіріп қойдым. Керек болса қарасаңыздар болады. YouTube, Instagram каналдарыма. Енді ары қарай жетілдіреміз білімімізді мен махаббат туралы жетілдіремін деп шештім. Қазір кітап оқып, гуруларды тыңдап жатырмын. Үлкен инсайттар алып жатырмын. Жақында мен Ганшкенге тойға барып келдім. Сол жақта таңертең ұйқыдан тұрсам, салқын тигізіп алыппын. Жүрегімнің тұсы қатты ауырды. Кететін шығар деп жүре бердім. Содан таксимен, Ганшкенің жолын білесіздер, иә? 5 сағат таксимен Атырауға дейін жүріп келдік. Келгеннен кейін қан қысымды өлшесем, қан қысымым 80-де 40 болып түсіп кеткен екен. Содан кофе ішіп көтеріп алдым қан қысымды. Сонда мен қазір ойлап отырмын. Маған таңертеңнен кешке дейін сондай қан қысыммен жүруге медитация көмектескен екен. Сіздер білесіздер, иә, медитацияның тегін дәрі екенін білесіздер. Мен қазір йогамен айналысып жүрмін. Йога жасап тұрып, медитация жасаймын. Осы медитация көмектескен екен. Медитация керек болса, сіздерге де видео түсіріп жіберіп қоямын. Енді бұрын менде Синельников деген кісінің кітабы болды. Мынандай қалың кітап, столдың үстінде тұратын еді. Сол кітап, ол кісі гомеопат, ол кісі адамның мінез құлқы арқылы емдейді адамды. Мысалға сіздің тамағыңыз ауырып тұрса, сіз бір адамдарға бірдеңе айта алмай жүрсіз. Сол есіме түсті. Сіздің жүрегіңіз ауырып тұрса, сізге махаббат жетіспейді екен. Енді махаббат туралы білімді жетілдіріп жатырмын. Гурулар тыңдап, кітап оқып. Махаббат деген сіздер ойлайсыздар, иә, әйел адам мен ер адамның арасында қарым-қатынас деп ойлайсыздар да. Бірден есіңізге сол түседі. Әйел адам мен ер адамның арасында қарым-қатынас бар. Әкеңе, шешеңе, балаңа деген махаббат бар. Отанға деген махаббат бар. Негізі махаббат деген мына сіздің ішіңізде болу керек екен. Сіз махаббатты сезіну үшін бір екінші адам болуы маңызды емес. Екінші адам болса да, ол адамның сіздің ішіңіздегі махаббатты білуі маңызды емес. Мына махаббат деген сіздің ішіңізде болу керек. Сіздің состояниеңіз, сіздің көңіл күйіңіз қазіргі сезініп тұрған. Приятный эмоция дейді ғой, сіздің мына сезіміңіз, жақсы сезіміңіз. Махаббат деген мына сіз екен. Мына махаббат деген мен екен. Енді әрі қарай білімді жетілдіремін. Сізге толықтай видеосын түсіріп қоятын боламын. Менімен бірге болыңыздар.